күндүзгү бөлүм мейирбикеси эмдөөбүз фармация мамандыктары боюнча қорытындысын сараптау. Сөз кезегі Құралай Төлесін өзіңізде. 2019-2020 оқу жылында 4-ші курсындағы емдеуші біліктілігі фельдшер-акушер, мамандығы фармация біліктілігі фармация студенттері 6 сәуірден 13 маусымға дейін 10 апта аралығында, мамандығы мергерісі біліктілігі жалпы тәжірибедегі мергер студенттері 20 сәуірден 13 мамырға дейін 8 апта аралығында кәсіптік тәжірибеден өтті. Бұйрық жобасы бойынша кәсіптік тәжірибеге жіберілген студенттердің саны емдеуші біліктілігі фельдшер 7 студент, біліктілігі акушер 18 студент, мамандығы фармация біліктілігі фармацевт 48 студент, мамандығы мергер ісі бойынша 349 студент жіберілді, жалпы 485 студент. Кәсіптік практика жалпыға міндетті білім беру стандарттарына және типтік оқу бағдарламасына сай құрастырылған оқу бағдарламасы бойынша жүргізілді. Мергерісі мамандығы, біліктілігі жалпы тәжірибе мергер, оқу үлгерімі және сапасы. Менде 6 групп бітірді, 401 топ 23 студент, оның ішіне 5-ке тапсырған 4-еуі, 4-ке тапсырған 17, 3-ке тапсырған 2 адам. Оқу үлгерімі 100%, оқу сапасы 91,3, орта балл 4. 402 топ 25 студент, 3-еуі 5-ке тапсырды, 22-ке 4-ке тапсырды. Оқу үлгерімінің оқу сапасы 100%, орта балл 4-1. 404 топ 23 студент, 5-ке 5 студент тапсырды, 4-ке 16 студент, 2 студент 3 деген баға қорытынды алды. 100% оқу үлгерімі, оқу сапасы 91,3, орта балл 4-1. 405 топ 25 студент бітірді, 23-і 4-ке тапсырды, 2 студент баға алды. Оқу үлгерімі 100%, оқу сапасы 92%, орта балл 3,9. 411 топ 22 студент, 9 студент 5 деген баға алды, 13-тен 4-ке тапсырды. Оқу үлгерімі 100%, оқу сапасы 100%, орта балл 4,4. И және соңғы группа 413 топ 10 студент, 2 адам 5-ке тапсырды, 4 адам 10-ға тапсырды, 1 студентіміз 3-ке тапсырды. Оқу үлгерімі 100%, оқу сапасы 92,3, орта балл 4,1. Жалпы бөлім бойынша 131 студент білім диплом алды, 23 5-ке тапсырды, 4-ке 101 студент тапсырды, 7 студент 3 деген баға алды. Жалпы бөлім бойынша көрсеткіштер жаман емес. Оқу үлгерімі 100%, оқу сапасы 94,5. Бітірушілер барлық пәндер бойынша теориялық және тәжірибелік істерде өз білімдеріне сай екенін көрсетті. Жалпы 418 топта үздік диплом болған жоқ, үздіксіз диплом алғандар 24. Оқу үлгерімі 418-де 100%, сапасы 96%-ды құрады. Фармация мамандығы бойынша қорытынды аттестаттаудың 2019-2020 жылы ұлттық тәуелсіз емтихан орталығы аккредиттелген уәкілетті органдармен бірігіп, фармация мамандығы бойынша қашықтан қабылдау түрінде теориялық кезеңі жүргізілді. Екінші кезең 4 пән бойынша құрастырылған сұрақтармен құрылған комиссияның қатысуыменен Мегаполис арқылы қабылданды. Бұл жерде де ешқандай тәртіп бұзушылық болған жоқ, яғни бітірген 2 топ, жалпы 48 студент, оқу үлгерімдері 100%, оқу сапасы 100%-ды құрады 420 топта. Үздік диплом алған 1 студент, үздіксіз диплом алған 23 студент. 421 топта да үлгерімі 100%, сапасы 84%-ды құрады. Орта балы 4,1. Үздік диплом алған 1 студент, үздіксіз диплом алған 23 студентті құрады. Қорытындысын көріп тұрсыздар, жаңа мен атап кеттім. Яғни жалпы бітірген бөлім бойынша студенттердің, түлектердің саны 72-ні құрайды. Оның ішінде 2 студент үздік диплом алды, 7 студент үздіксіз диплом алды. Барлығы өз уақытысында ешқандай ескертусіз аман-есен түлектеріміз бітіріп шықты. Қорытынды Жамбыл жоғары медициналық колледжде мемлекеттік қорытынды аттестаттау онлайн форматында қашықтықтан өтті. Қорытынды аттестаттауды 2019-2020 жылы ұлттық тәуелсіз емтихан орталығы аккредиттелген уәкілетті органмен бірігіп, қашықтықтан 2 кезеңде жүргізілді. Бірінші кезең 100 сұрақтан, екінші кезең 100 сұрақтан тұратын компьютерлік тестілеу бойынша бағалау түрінде өткізілді.
5 студент 5 деген бала, 19 студент 4 деген баға алды. Оқу үлгерімі 100%, оқу сапасы 100%, орта бала 4-7. 410 топ бойынша жалпы бітірген студенттер саны 22, оның ішінде 8 студент 5, 4 студент 4 деген баға алды. Оқу үлгерімі 100%, оқу сапасы 100%. 412 топ бойынша жалпы бітірген студенттер саны 24, оның ішінде 6 студент 5, 4 студент 18, 18 студент алды. Яғни оқу үлгерімі 100%, оқу сапасы 100%. Сонымен биылғы оқу жылында менің бөлімім бойынша 70 студент бітіріп отыр. Оның ішінде координация бойынша 4 студент үздік дипломмен, 66 студент үздіксіз диплом алды. Емдеу ісі мамандығы фельдшер біліктілігі 416-417 топтармен, емдеу ісі мамандығы 417 емдеу ісі мамандығы акушер біліктілігі 419 топ бойынша қорытынды мемлекеттік аттестациялауды сараптау. Жалпы Айма Мақатаевнаның бөлімінде 64 курс 64 студент оқу бітірді. Үздік диплом жоқ. Қорытынды мемлекеттік аттестаттаудың білімді және дағдыларды бағалау. Емдеу ісі мамандығы біліктілігі фельдшер, акушер бітірушілердің оқу үлгерімі мен сапасына тоқталатын болсақ, 416 топта 22 студенттің барлығы 4 алды. Оқу үлгерімі 100, оқу сапасы 100, орта балл 4. 417 топта оқу үлгерімі 100, 1 студент Салимова Аделя 3 алды, қалғанын барлығы 4 алды, 5 жоқ. 419 топ акушер біліктілігі акушер, жалпы 18 студент бітірді, оқу үлгерімі 100, сапа 100, барлық 18 студент 4 алды. Жалпы бөлім бойынша, Айма Мақатаевнаның бөлімі бойынша үздік диплом жоқ, 1 студент қана 3 алды. Жамбыл жоғары медициналық колледжі арнайы клиникалық пәндердің жұмысын жоспарлайды және қадағалайды. Директордың оқу тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарымен бірлесе отырып, 2019-2020 оқу жылына оқу процесінің жоспары, оқу процесінің графигі, оқу стандартына сүйене отырып құрастырылды. 2019-2020 оқу жылына тәжірибелік сабақтардың, өндірістік оқытудың және кәсіптік практиканың кестесі құрастырылды. 4-ші курста 41 подгруппа, 3-ші курста 46 подгруппа, 2-ші курста 32 подгруппа тәжірибе сабақтарының кестесі құрылды. Тәжірибе сабақтары Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндет оқу стандартына сәйкес құрастырылған оқу бағдарламасы бойынша жүргізілді. Кәсіптік пәндер бойынша өндірістік оқыту және кәсіптік практика оқу жұмыс бағдарламалары медициналық ұйымдардың басшыларымен келісіліп бекітілді. Қорытынды мемлекеттік аттестацияның тәжірибелік бөлімінің сұрақтары да жұмыс берушілермен келісіп, қажетті өзгерістер енгізіліп бекітілді. Колледждің жетістіктері. Жамбыл жоғарғы медициналық колледжі үздік қазақстандық 2019 жылғы жалпы ұлттық жобасына қатысып, үздік білім орталығы айдарында колледж жетістіктері туралы мақала жарияланып, үздік білім беру мекемесі деп танылды. Екінші, сыбайлас жемқорлықсыз ел өркендеуші ел атты 9 желтоқсанда халықаралық жемқорлықпен күрес күніне орай өткізілген форумда еліміздегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың іске асырылуына және қоғамда адалдық, әділдік, парасаттылық құндылықтарын нығайтуға қосқан елеулі үлесі үшін Жамбыл жоғарғы медициналық колледжінің ұжымы алғыс хатпен марапатталды. Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің Қазақстан медициналық колледждері одағы ұйымдастырумен медбикелік іс мамандығының қолданбалы бакалавриат біліктілігімен білім беру бағдарламасы бойынша медбике мамандарының дамуы, ғылым ізденіс жаңашыл атты республикалық ғылыми практикалық конференциясына қолдау көрсеткен үшін колледж директоры Сарбекова Жамиля Нұрғалиқызы
Оқу әдістемелік бірлестік төрайымы Саржанованың алғыс хатымен марапатталды. Енді қашықтан оқыту барысында студенттердің бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында тәрбие жұмысы да жүргізілді. Жоспарға сәйкес тәрбие сағаттары, байқаулар, онлайн ата-аналар жиналыстары, челлендждер және тағы басқа шаралар ата-аналармен және студенттермен ұйымдастырылды. Жасалған жұмыс қорытындысы Facebook, Instagram әлеуметтік желісінде үнемі жарияланып отырды. Жалпы 19-20 оқу жылы бойынша оқу тәрбие жұмысының осындай барлық жоспарға сәйкес шаралардың бәрі орындалды. Колледждің оқытушылардың бәрі биыл қаншалықты қиын жауапты жыл деп айтсақ та болады. Соған қарамастан бүкіл балаларға білім тәрбие беру үшін бәр қолдарынан келген жұмыстың бәрін атқарды деп ойлаймын. 2020 жылдың бірінші жартысында 429 орта медициналық қызметкерлер біліктілігін арттырды. Ақылы негізінде 22 патронаж, 166 басқа циклдар бойынша. Симуляциялық орталықта тәжірибелік дағдыларын 16 тыңдаушы жетілдірді. Оның ішінде 7-і жас оқытушылар, 9-ы Шу қалалық емхана қызметкерлері. Республикалық бюджет бойынша қазіргі таңда 50 медициналық қызметкер біліктілігін арттырды. Мемлекеттік бюджет негізінде 175. Мамырдан бастап қашықтықтан жұмыс жүргіздік. Оқу процесін бастау әрине оңай болған жоқ. Қашықтықтан өту тәжірибеміз аздығынан, жалпы бағдарламаларды жаңадан енгізіп жаттық. Кейбір бағдарламалардың кемшіліктері шығып жатты. Бірақ біздің IT орталығының көмегімен Айжан Лепесова бастаған біздің программистеріміздің арқасында оқу бөлімі Жанар Лепесова бастаған қашықтан оқыту бөлімінің мамандары Динара Бердалиевна, Меруерт Чесиналиевналардың, Айнұр Оразбаевалардың көмегімен біздің бір жүйеге келтіріп, қашықтан оқыту жүйесі өз деңгейінде, жоғары деңгейде десек те болады, жұмыстарын атқарып, оқу процесін, оқу жылын аяқтап отырмыз. 2019-20 оқу жылының қорытындысы бойынша орта буын медициналық және фармацевтикалық мамандарды даярлауда және тәрбие беруде елеулі үлес қосқаны үшін кәсіби шеберлігі, еңбекқорлығы, өзіне деген адалдығы үшін үздік аш сабақ 20 жылғы номинациясымен Сауырбаева Лаура Бековна марапатталады. Лаура Бековна грамотаңызбен бірге мынандай кішігірім біздің ақпараттық орталықтың жасаған үздік ашық сабақ деген кубогы. Мақтау қағазы осындай мәтінде 2019-20 оқу жылының қорытындысы бойынша Дүйсенбаев Олжан Ерназарқызы марапатталады. Келесі мақтау қағазымыз Жанат Абзалбековна Тоқташеваға биылғы қорытынды конференция бойынша үздік үйірме номинациясы бойынша біз Байбулекова Айжан Рүстембаевнаға үздік үйірме 2020 деген кубогымызбен мақтау қағазымызды ұсынамыз. Үздік облыстық деңгейдегі іс-шаралар биыл жаңа Ләззат Тұрарына баяндамасында айтып кетті, өте жоғары деңгейде үздік облыстық іс-шара өтті. Сол еңбектеріңіз үшін Жандар Бегалиевич сізге үздік облыстық іс-шара номинациясымен марапаттаймыз және үздік облыстық іс-шара деген кішігірім кубогымызды сізге ұсынамыз. Сол жақсы мұғалімдердің ішінен жақсы сабақ берген, өздерін көрсете білген оқытушыларымыз атап кеткіміз келіп отыр. Ол Бердіш Нұрзада Берік Темірқызы үздік жас маман деген номинациямен оқысын деп марапаттағымыз келіп отыр. Жақсы ашық сабақ өтті деп әріптестеріміз жақсы бағасын беріп отыр. Құтты болсын. Тура осы мәтінде келесі жасымыз үздік жас маман 2020 номинациясы бойынша Көкімбаева Айдана Қаныбековна. Айдана Қаныбековнан да биылғы жылғы ашық сабағын мақтап отыр. Жақсы деңгейде жас маманға өте сай сабақ деп. Сондықтан да Айдана Қаныбековна марапатыңыз құтты болсын. Әлі де жетістіктеріңіз көп болсын. Тәрбие ісі бойынша жақсы үздік ашық тәрбие сағаттары ішінен бізге Әлия Тұрсынбековнаның ашық сабағын тәрбие сағатын ұсынды. Сол себепті Әлия Тұрсынбековна үздік тәрбие жұмысы 2020 номинациясы бойынша сізді де
құттықтаймыз. Марапатыңыз құтты болсын. Үздік тәрбие жұмысы атты кубогыңыз құтты болсын. Және мақтау қағазыңыз құтты болсын. Еңбектеріңіздің жемісін көре беріңіздер. Сонымен қатар ашық сабақтардың ішінде жақсы деңгейде өткен тағы бір ашық сабағымызды атап кеттік. Ол Айсұлу Кенжебектің өткізген ашық сабағы ақпараттық технология пайдалану шебері деген номинация беріп отырмыз. Айсұлу Кенжебектің кішігірім кубогы және мақтау қағазы. Рахмет Айсұлу Кенжебектің. Күн тәртібіндегі мәселе бойынша, бірінші мәселе бойынша күндізгі бөлім мейірбикесі, емдеу ісі, фармация мамандықтары бойынша диплом алдындағы тәжірибенің қорытындысын сараптау қанағаттанарлық деңгейде деп есептелінсін. Күндізгі бөлім мейірбикесі, емдеу ісі, фармация мамандықтары бойынша мемлекеттік емтиханның қорытындысын сараптау қанағаттанарлық деңгейде деп есептелінсін. 19-20 оқу жылындағы оқу тәжірибе жұмысының сараптамасы мен қорытындысы жауапты Андакулова Құралай Төлеусіна қанағаттанарлық деңгейде деп есептелінсін. 2019-20 оқу жылындағы оқу әдістемелік жұмысының сараптамасы мен қорытындысы жауапты оқу әдістемелік кабинет меңгерушісі Мамбекова Жәмила Болатхановна қанағаттанарлық деңгейде деп есептелінсін. Орта буын 19-20 оқу жылындағы орта буын медициналық және фармацевтикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау жұмысының сараптамасы және қорытындысы қанағаттанарлық деңгейде деп есептелінсін. 2019-20 оқу жылындағы оқу тәрбие ісі жұмысының сараптамасы мен қорытындысы қанағаттанарлық деп есептелінсін. Төмен сапа көрсеткен топтармен зерделеу жұмысы алдағы уақытта жүргізілсін. Құжаттарда қате жіберген оқытушыларға ауызша түрде, бір реттен қате жіберген оқытушыларға ауызша түрде ескерту, екі реттен көп қайталанған оқытушыларға тәртіптік шара қолданылсын. Осындай бүгінгі күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қаулыға, егер қарсы болмасаңыздар, осы қаулы қабылдансын. Қаулымен келісетін болсаңыздар, құрметті әріптестер, онда бүгінгі педагогикалық кеңесіміздің күн тәртібіндегі барлық сұрақтар қарастырылды. Бүгінгі педагогикалық кеңеске атсалысқан әріптестерімізге баяндама жасаған, өте жақсы деңгейде зерделеу жұмысын жүргізген әкімшілік мүшелеріне үлкен алғысымды айтқым келеді. Барлықтарыңызға тағы да бір рет дендеріңізге саулық тілеп, аман есен еңбек демалысында демалып, жаңа оқу жылына күш жинап, аман есен жүздесейік. Сау болыңыздар.